Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода 5 бұрышты детальдерден осындай мата үлгілерінен доп тігетін боламыз. Осы мата үлгілерінің өзінде үнемдеу мақсатында осы бір 4 бұрышты матаға 3 деталь сиятындай етіп, деталь сызып алдым. Ол үшін жоғарыдағы сілтемеге өтіп 5 бұрыштан деталь дайындап сызып алыңыз. Бұл видеода 1-ден 6 допқа деталь дайындап жатырмын. Мына жерде қайталанбайтын 24 түрлі түс. Барлық матаға детальдерімді осылай сызып дайындап аламын да. Барлығы бірдей сызылғандықтан, міне жоғары жағынан осындай жолақтар қалып отырады. Оны бір келке етіп, қиып алып, кейін жолақтардан да әдемі құрақ түрін шығаруға болады. Жоғарыдағы сілтемеге өтіп, көрсеңіз болады. Жолақтардан да бөлек, міне екі жақ бұрышынан дәл осындай бір келкі қиықтар түсіп отыратын болады. Ең ұсақ қиықтарды тастаймыз, қалғанын тағы да құрақ түрін ойластырамыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Жалпы достар, добымыз біздің әдемі және топ-томалақ болып шығу үшін осы детальдердің аса дәлділігі қажет. Сондықтан детальдерімізді аса дәлділікпен мұқият дайындап аламыз. 24 түрлі түсті матадан әрқайсынан 3-3-тен деталь қиып жасағанда 72 дана шығады. Ол бізге 6 допқа жетеді. Бір допқа 12 осындай деталь кетеді. Детальдеріміз дайын болса, бір ашық, бір қою түстен бірін-біріне бет-бет қойып шығамын да, қазір барлығын бір тігіп өтемін. Мінекей екі детальдан қосып алдық. Кейін өзара осы дайын тұрған 3 детальді бірін-біріне қосып шығамыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Жалпы бұл 5 бұрыштарды бірін-біріне қосқан кезде бас аяғын бекітіп тігеміз және тіккен кезде бас аяғынан жеткізбей 0,5 сантиметрден қалдырып отырамыз. Дәл осындай етіп, мінекей барлығын қосып алдық. 12 дана. Енді осыларды өзара қосып шығамыз қазір бір-біріне. Мінекей сонда
тобымыз дайын болады. Ішкі жағын аударамыз. Мінекей түс үйлесімділігіне қарай осылай бірін-біріне дәл осылай қосып шығамыз. Бір ғана жаңағы тігісті қалдырамыз. Жаңағы бес бұрыштардың бірақ тігісін ғана қалдырып, осы жерден ішін сыртына қарай аударамыз. Мінекей. Енді дәл осы қалған жерінен алып халафайдырды толтырамыз. Доптың пішіні келгенше нығыздап толтырғаныңыз абзал. Мінекей. Өте әдемі шығады. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушанды басып, өз достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Соңғы тігісімізді қолмен ине жіппен әдемілеп тігіп шығамыз. Дәл осы доптың көлемі тойбастарға да қоюға өте ыңғайлы, немесе үйдегі бала-шағаларды да бір қуантып қойсаңыз, өте әдемі. Мінекей, сонымен доптарымыз дайын болды. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.